айтсам, что банк беріп отқанның себебі соттар көріп тұрады. Алып келген документтеріңізше негізге, что регистрационный делода қолдары жоқ, подпистері жоқ екен. Анан суд бұл жақта азыр соттар замечание беріп жатыр. Банктардың алып келген документтері бойынша өзгеру пайдаланылған арест тұрған уақытта. Бұл жақта бұрын 27 май 2016 жылы қарызы жоқ деп өзі Росинбанк беріп жатады. Омарқұлова ММК. Андан сырткары бұл жақта протокол госрегистрде регистрация болуш керек. И подпись болуш керек, как положено өзінің немесіне. Печать жоқ, жөнінде формальный қағаз, протокол, арестатор. Ана мен айтып отқан передаточный акт, разделительный баланс дегендей, бұлар сотқа алып келіш керек әрбір. Росинбанк өзінше, керемет банк өзінше. Ал регистрационный делода, ушу спорный имуществода, делода тіркеліш керек. Ал жоқ болады. Мен регистрационный деломен танышып шыққам. Ақтан? Темалы чечимдерин көрөбүз. Анан ичине сотторго эскертилип, президент тарабынан айтылды. Анан эми азыр айтып атышат, ичине соттор акыйкатты карай баштады. Буюрса көрөбүз го, кандай чечимдер чыгарат. Мына ачык эле көрүнүп турбайт бузуулар, мыйзам бузуулар көрүнүп турат оркой. Ошон үчүн биз азыр карап көрүп атабыз, буюрса чечимдердин. Кудай буюрса сот адилеттүү эле чечим чыгарат деген ойдобуз азыр. Onun документінде регистрационный госрегистрде жоқ болуп атат. Финпол алып чыккан колу, банктын колу жоқ. Залкар банктыкы жоқ. Омаркуланын өзүнүн колу жоқ. Договор ипотеки деген. Анан регистрационный делода бул формальный документ болуп атат. Номер 275, ушу спорный участок боюнча выписка. Өзү копия болуп атат. Ал копия болуш керек, оригинал болуш керек.